бір мақалы. Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады? Қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік, ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай, мал іздеп не керек? Жоқ. Бірлік ақылға бірлік. Мал бірлік емес. Малынды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқалары да жалданып бірлік құрады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың белгісі осы. Ағайын алмай, бірлік қызда керек. Сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе, Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі біріне-бірі пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір пәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырсалды тірлік деді, ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп бұлдаған адам өлімді жау көріп ақыретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі, көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз қалмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қыл жақпас, әзір тамақ әзір ас, сыртың пысық, ішің наз, артын ойлап ұялмас. Болып жүріп тірімін деме, онан да Алланың ақ бұйрықты өлімнің өзі артық емес пе? Ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай Абай қара сөздері эстафетасын Шымкент қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінен қабыл ала отырып, Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев мектебіне жолдаймыз.